Барлықтарына сәлем достар, қалдарың қалай? Менде барлығы жақсы. Достар, менде жаңадан блог. Бұл блог қалай біз Сарыағашқа барамыз. Сарыағаштың Абай ауылына барамыз, Абай ауданына, Абай қаласына, либо біздің әкеміздің туып өскен жеріне баратын боламыз. Ертең азанда газельмен шығып кетеміз. Қаратаудан Шымкентке, Шымкенттен Сарыағашқа, Сарыағаштан Абайға барамыз. Мен қобалжып тұрмын. Қайткен күнде де мен ол жерге бірінші рет барайын деп тұрмын. Мамаға да бармағалы көп болды ол жер. Яғни ол жер біздің әкеміздің туып өскен жері. Кішкентай кезінен сол жақта өскен, сол жақтағы бір үйде тұрған, достары да араласатын, барлығы сол жақта өткен папаның өмірі. Жарты өмірі сол жақта өтті десек те болады. Мама папаға үйленді, сол жақта тұрды. Ол жақта екі әпкем, екі ағам сол жақта дүниеге келді. Бақытжанды білмеймін қақта туылғанын, но сол жақта тұрды Бақытжанда менің ойымша. 2005 жылы ма, 2006 жылы осы Қаратау қаласына көшіп келген болатын мама мен папа. Одан кейін бармаған. Папа барса барған шығар, білмеймін. Мама бармаған. Папаның достары бар сол жақта. Солар бізді, яғни маманы шақырып жатыр қонаққа. Біз мамамен ілесіп барамыз. Мен көргім келеді ол жақта. Сол үшін де блог түсіруді шештім. Бұл қанша минутқа созылатынын білмеймін. Бірақ сіздер көрсеңіздер, мен үшін ол өте жақсы. Лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызбен бөлісіп, қандай эмоцияға көрдіңіздер деген сияқты. Өз ойларыңызбен де бөлсеңіздер болады. Ол мен үшін өте маңызды. Мен оқып, өзіме керекті нәрселерін алам, кейбіреуін түсінем деген сияқты. Достар, мен қобалжып тұрмын. Папаға келсек, біздің папамыз 2015 жылы рактан қайтыс болды. Мама сол достармен араласады. Сол үшін араласу керек деп ойлаймын. Енді қанша дегенмен папаның достары, мама папаның әйелі. Бізде араласу керек біз деген сияқты. Қанша папаның көзіміз ғой біз. Сол сияқты. Мүмкін біз барғаннан кейін папаға да жақсы болып қалар. Ол жақ жүрегіне жақсы болып қалар. Папа деген сөз айтсам, жылағым келеді бәрібір. Осы жерде көбісі мен папам жайлы білмейді. Мен папам 2014 жылы 27 қаңтарда қайтыс болған болатын. Андай шай ішіп отырамыз ғой отбасымызбен сол кезде. Бұрынғы сәттерді еске алып, сөйтіп отырған кезде папа жайлы да айтамыз да, сол кезде. Жылағым келіп кетеді, айтып жатыр. Көзінен жас былайынан ағады. Мен баяғыдан жылай берем, андай сондай бұрынғы нәрселерді айтсашы. Сендерге ашылып, былайынан сөйлеп тұрмын. Өзімнің эмоцияларыммен де бөліскім келеді. Бұл блог мен үшін ол кейін өскенде мен мысалға қараймын бұл блогтарды, жастық шағымды еске түсірем осы арқылы. Сол жаққа барып түсірем, енді қалай жолда кетіп баратқанымызды, қалай дайындалғанымызды, бәрін түсіретін болам. Сол үшін менімен бірге болыңыздар. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Біз тұрдық дегенде мамалар әлі ұйықтап жатыр. Мен тұрмай тұрып жатыр. Бұл дайындықтың жартысы. Қазір таңғы 5:59 кетті сағат. Прикиньте, мен жетіде ояна алмай жүрген 5:50 кеткенде атып тұрмын. Будильникті алыс жаққа қойған тұрса екен. Детскийден неге дейін залға дейін жаяу барында. Сосын ұйқыма шығып кетті уже. Менімен бірге дайындығындар. This is double white. Бұмен біздің отбасымыздағы бүтін туысқандардың бәрі осымен қолданады. Мен алуыма үйрен қап. Бүйті влажный етеді, әдемісі.
әлі білмеймін бұны мен бетіме қалай жағатынын. Бет аузы ісіп кеткен бұл баланың. Түнімен мұрным пышылдап жатты. Абайға баратырға. Ощущение қандай? Ощущение таңғы 7-де жүрер. Ощущение. Мәссің ба? Қобалжып тұрсың ба? Қобалжып тұр. Құмашалышқа свет қой. Тұр бұл. Ұйқыда. Бәрі ұйқы бас. Мен ғана ерте тұрып алған ба, немене бәле? Достар, вот менің макияжым. Енді бізді күтіп тұр ар жақта машина. И біз әлі киінбедік. Киіну керек десіз. Так, where is my қасибеттен рейс? Класстастарымыз көре ма? Бәрі көреді. Сәлем, достар. Онда сәлем айтайын кәпір ауызын. Сәлем, 11 сыныптар. Не дейсің? А? Сәлем айтам дейсің ба? Жолда сәлем. Сәлем, 11 сыныптар. Болды. Бәрі көреді, көрермендер. Көрермендер. Сенші. Сәлем, достар. Көрермендер. Қалайсыздар? Аржандың каналына тіркелеріңіздер, мамаларыңыздың, папаларыңыздың телефонынан достарыңызды алып, не істей беріңіздер, подписать ете беріңіз. Есіңізде ме дейін? Майлы қабдадай болады қазір. Достар. Там былайынан киіп алса да болды. Короче, потом көрсете жатамын. Но маған ұнады. Может, кету керек. Телевизордың бәрін өшіріп. Сейчас не знаю, что кепканы киім ба, киім қойым ба деп. Кроссовкты. Біз уже вокзалда келе жатырмыз. Бізде мама. Жақта аяғында кабыл. Түсінмешсем айта береді. Но мен түсіремін, потому что маманың эмоциясын түсірдеді бәрі. Қобалжытасың ба? Короче, достар, жүк боп. Nerede kança adam? Звондабайтыңыздаршы. Басқа біреуге звондап жатыр, оның телефоны жоқ бізде. Бора деген басқа екен, Балдыхан деген басқа. Бәсе. Бора деген сізде бар ма? Tuvaletке келдік тоқтады. Дала суық. Такси ұстаймызда ары қарай Сарыағашқа барамыз, одан Абайға барамыз. Қараңдар. Анау яқтың бәрі Шымкент, детка. Шымкент дегенге вообще барып көрмеген адамның болуы. Yeah, boy.
Осы жердің астында не бар? Тура осы. Достар, біз бұл жақта мама айтады да, қонаққа баратын кезде лепешканы апару керек екен қонаққа. Достар, қалай саған Шымкент? Күшті. Өзінше болып көрмеймін ба Шымкентте? Шымкент, детка. Что ты хочешь? Чай. Чай. Яғни. Қарның ашты ма? Мам қуанып тұрса. Каплясы картошка. Манша. Мен басқа жаққа қарап тұрмын. Жоқ, орт центрден мына аяқ қарай 40, мына аяқ қарай 40 болып тұр ғой. Ол кейін қосылған райондарда ана Назарбаев Шымкент Достар, постан ары қарай жүре берейік па? Осы жолдың третий машинаға Қазанда барып кетіңдер ме? Қазанда барып аз еді, алтыда шақырған. Жүрегі тоқтап қалды деп. Ширинадағы төбесінде де машина өтетін жолда батыр ғой. Осы істеді ғой адамдар. Мына жер прок болып кетті ғой. Әлі базар иә міне. Әкелердің ауылдары. Ой нәрсені арманып кетті ғой. Достар, біз келдік Абай ауылына. Мама уже кейбір жерлерін танып жатыр. Мынау больницасы. Арипа әпкені алуға кетті мамамен Талғат аға. Жақта Нұрәли отыр. И вообще танымайтын қала ғой. Мен танимын. Қай жерден танисың? Қонаев көшесі. Бұрынғы советский көшесі да? Бұрынғы советский көшесі. Меруерт, Балға, қазір Жамбыл көшесімен, үй жақпен Пакенің үйіне барамыз. Арипа екеуін. Қазір Жамбыл көшесімен жүресің бе? Қазір Жамбыл көшесімен жүреді. Базар жақпен қарап отырмын. Міне, Талғат. Арипа күтіп алды бізді. Оң жақта дворец, сол жақта. Наурыз болған жерді Көрсетсейші. нұрланның қайнаған жерін. Былай жүреміз ба? Баяғыда Наурызға келіп едік қой, Меруерт стадионға. Сол жаққа барып жатыр. Мынау иә? Наурызға келіп едік қой, осы жаққа міне. Бұл жер өзі мынандай болып кеткен. Айналдыра қазан бірдеңкелер қойып, палау істеп, шашлык істеп. Ұйқылар болушы еді оны жердің бәрі. Иә, киіз үй қойып істеді. Осы. Міне Ешан базар. Ешан базар. Ешан базар. Бұл әлі бірақ сол. Сол баяғы базар, ә?
Qancha bala chaqasi bormi? Ekeu. Mana yerga kim mынандай qilib uy soqqan? Ha? Kim uyi? O'zbekniki? Anezede строй магазин var. Kazak. Balası turami? Balası qaysi bo'ldi? Екі balасы da. Mына Sabirning uyi. Arg'isi ya, bergisimi? Arg'isi. Ana sen de kötü. Sovuq o'tirib sendan gidelim qarasash. Ana, Qanday kichkentay. Ana oldindaga iki qip-qora nesi tur qo'y ana. Nega o'zgarmagan? Nima suyerdan? Mana kirpish zabor. Sabahdan qochib suyerdan turib. Даже. Basma. O'zma deydi. Zaborda rastlamagan ko'rinish. Ko'zingda bo'ladi. Nima razniye? Jabıq tur qo'y ya, Ya navara. pul tap qo'ygan бұл үйде ешкім тұрмайды. Sol. Sen turgan ya. Soy bayağı. Dım o'zgarmagan. Ешкім амады ғой десе квартиранттар. Mana biz ko'chib ketgeli krasklanmagan o zabor. Sol ayrılma, sol turma buni. Terizelerin. Sol temirleri el tur. Bayağıda Habiye algan kezi nao bo'lmay nag'ib edi. Hamidning Ya. Hamid turvatırma? Buna kamaz. Sen namazın ba? Ойбай звондама. İyi. Az bir sütü. Ancak o. Dostlar biz jetdik. Бағана Есік қойыңдар, кіріп. бағана күнде жеткенбіз үй мама. Қалай мам сағындыңыз ба? Қайын жұртыңыз сағын қаппыз ба? Қалай екен? Менде дым ощущение жоқ. Сотка ойнап жатыр. Бүкіл видеоны аламында саламын. Достар, біз қазір Талғатаған үйіндеміз. Сабақ оқып отырмын. Ағылшынды үй жұмысын аяқтауым керек. Потом құдалық болады. Қазір сағат 1-лерде басталады. Но мен білмей тұрмын, барайын ба, бармай қойын ба, либо жартысына келгенде баруымыз мүмкін. Адам көп болады, слишком көп болады. Барым тұрған жоқ бір жағынан барым келіп тұр. Монстр. Монстр? Ол қана? Ойнайтын. Труба ғой темір. Будь такой спокойный, тигр. Адамға ұқсайды түрі. Біз уже қайтып бара жатырмыз. Достар, біз қазір Шымкентке келіп тоқтап тұрмыз. Мама билет алуға кетті газетке. И мен абайда көп видео түсірген жоқ. Потому что менялды түсіруге, менял шақын, я. Бұлай қаты ешкіммен араласпаймын, ол мен екені. Достар, сіздің жақсы екен. Маған ұнаватыр. Шымкентте не бар? Шымкентте Daily Night Шуақ бар. Daily Night Шуақ. Кто это такой?
Ол ютубер, ойын ойнап жүреді, Майнкрафт. Ұқсаймыз ба екеуміз? Осымен біздің поездкамыз аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет осы видеоны көргеніңіздерге. I love you!